Қайырлы күн, Қазына Кезет каналына қош келдіңіздер. Су перісі 5 бөлім. Күн артынан күн өткен сайын Ханзада су перісін жақсы көрген үстіне жақсы көре түседі. Бірақ ол оны сүйкімді жас баладай ұнатады. Жар етіп алу ойына да кіріп шықпайды. Ал оған қалай да жар болу қажет еді. Егер бұл ойы жүзеге аспайтын болса, онда ол су көбігіне айналып кетеді. Ханзада оны құшақтап, маңдайынан сүйген сәтте су перісінің көздері «Сен мені жер бетіндегілердің бәрінен де жақсы көресің бе?» деп сұрап тұрғандай еді. «Иә, мен сені сүйемін», дейді Ханзада. «Сенің жүрегің жылы және жан тәніңмен маған берілгенсің. Сен мен көрген бір қызға ұқсайсың. Енді оны кездестірмейтін де шығармын». Бірде мен кемемен бара жатқанда, сол күні туған күнім болып еді. Аяқ астынан дауыл көтеріліп, кеме аударылып, толқындар мені бір шіркеуге таяу жағаға шығарып тастады. Онда жас қыздар Құдайға құлшылық қылып қызмет етеді екен. Солардың бірі мені тауып алып, ажалдан арашылап қалды. Мен оны бар болғаны 2-ақ рет көрдім. Сонда да жер бетінде одан артық жан жоқ деп есептеймін. Сен соған ұқсайсың, және менің кеудемдегі оның бейнесін бірте-бірте ығыстырып бара жатырсың. Ол қасиетті шіркеуге қызмет етеді, ал менің бақыт жұлдызым сені маған жіберді. Сенен еш уақытта айырылмаймын. Әттең, ол өзін құтқарып қалған мен екенімді білмейді-ау, деді күйінді су перісі. Мен оны толқындардың арасынан алып шығып, жағаға шіркеудің қасындағы тоғайға жеткіздім. Өзім теңіздегі су көбігіне тығылып, біреу-міреу көмекке келмес пе екен деп күттім. Ал ол ұнатқан қыз содан кейін барып көмекке келді. Су перісі терең күрсініп салды. Жылағысы келді, бірақ ол жылай алмайды ғой. Ол ұнатқан қыз шіркеу үшін жаратылған. Сол арадан шықпайды, сондықтан екеуі ешқашан кездеспейді. Ал мен оның қасындамын, өзін күн сайын көремін және оған қызмет етіп бар өмірімді арнауға әзірмін, деген оймен жұбатты ол өзін. Бірде Ханзада көрші корольдің ай десе аузы бар, күн десе көзі бар сұлу қызына үйленеді екен, соған кемесін жабдықтап жатыр деген сөз шығады. Сырт көзге Ханзада көрші корольдің елімен танысып келуге аттанбақшы сияқты. Ал шын мәнісінде ол ханшаны көруге бара жатыр еді. Су перісі жұрттың бұл сөзіне күледі де қояды. Ол Ханзаданың ішінде не жатқанын бәрінен де артық біледі. «Мен жолға дайындалып жатырмын», дейді Ханзада су перісіне. «Ханшайымды көріп қайтуым керек. Ата-анам да солай еткенімді қалайды. Бірақ олар мені зорлап үйлендіре алмайды. Ол қызды мен ұната қоймаспын. Әрі оның мен сүйіп қалған қызға ұқсауы сірә мүмкін емес болар. Егер ақыры қалыңдық таңдауым қажет болса, онда мен сені таңдар едім. Менің сүйікті көздері сөйлейтін інжуім». Сөйтті де ол мұның шиедей қызыл ерінен сүйіп алады. Ұзын шашын алақанына салып ойнайды. Содан кейін кеудесіне адамзатқа тән бақыт пен махаббатты аңсаған жүрегінің тұсына басын қояды. Көрші корольдің еліне жүретін сәтте келді. «Сен кемеден қорықпайсың ба? Менің кішкентай інжуім», дейді Ханзада, кеме қозғалып жүретін сәтте. Содан кейін ол теңіздің тымық шағы мен дауылды кездері туралы, иірімде өмір сүретін сан түрлі балықтар туралы, сүңгуірлердің су түбіне терең бойлағанда көретін кереметтері туралы әңгімелей бастайды. Су перісі Ханзаданы күліп қана тыңдайды. Өйткені теңіздің түбіндегі тіршілікті бұдан артық білетін жан бар ма? Айлы түнде кеме жүргізушіден басқаның бәрі ұйықтағанда, ол бортқа жақын келіп, мөлдір толқындарға көз тігеді. Сол кезде оған әкесінің сарайы көрінгендей болады.
Әне, күміс тәж киген әкесі мұнараға шығып кеменің түп жағынан көз алмай қарап тұр. Сәлден кейін су бетіне әпкелері жүзіп шығады. Олар бұған мұңая қараған күйде қолдарын бұлғайды. Ал бұл оларға «мен де сендерді байқадым» дегендей бас изеп жымия күледі. Өзінің жағдайы өте ауыр екені туралы білдірмек еді. Қасына жас теңізші келіп қалады да ол жайдан хабар беріп үлгермейді. Сөйтіп әпкелері суға сүңгіп кетеді. Ал жас теңізші шолп ете қалған теңіз көбік екен деп ойлайды. Таңертең кеме қаланың мерекедегідей безендірілген айлағына келіп кіреді. Қоңыраулар соғылып, биік мұнаралардан керней үні шырқалады. Алаңда қолдарына жалт-жұлт еткен қылыш пен желбіреген жалау ұстаған иін тірескен солдаттар тұр. Мереке басталып кеш артынан кеш өтеді, бірақ қанша әлі көрінер емес. Ол корольдіктің игі жақсыларының ұйғарымымен уақытша алыстағы бір шіркеуге тәрбиеленуге жіберілген екен. Ақыры ол да келіп жетеді. Су перісі қызға көзі тоймай қарайды. Ол мұндай сүйкімді қызды өмірінде көрмеп еді. Оның беті сүттей аппақ. Ұзын қара кірпіктерінің арасынан көкпеңбек көздері күлімдеп адамды өзіне ынтықтыра тартады. «Бұл сен ғой», дейді қуанып кеткен ханзада. «Судың жағасында ес-түссіз жатқанымда сен ғой мені құтқарып қалған». Ханзада қып-қызыл болып, ұялып кеткен қалыңдығын кеудесіне басады. «Ах, мен қандай бақыттымын, менің кішкентай інжуім», дейді ол су перісіне. «Арман етуге қорыққаным жүзеге асты. Сен менің бақытымды тапқаныма қуанатын шығарсың, өйткені сен мені шексіз сүйесің ғой». Су перісі оның қолынан сүйеді. Ал жүрегінің ауырғаны соншалықты быт-шыт болып жарылуға шақ түреді. Ханзаданың үйленуі мұның өмірін жоқ қылады емес пе? Шіркеуде қоңыраулар соғылады. Хабаршылар көше-көшені кезіп ханшаның күйеуге шығатыны туралы елге жар салады. Шіркеудің басты бөлмесінде қымбат ыдыстарда қош иісті балауыз майшамдар жағылады. Күйеу мен қалыңдық қол ұстасып епископтың батасын алады. Жібек көйлек киіп алтын әшекей таққан су перісі қалыңдықтың шұбатылған ұзын көйлегінің артқы етегінен ұстап жүреді. Бірақ үйлену рәсімі ду-думан оны елеңдеткен жоқ. Ол тек өзінің өмірде жоғалтқаны мен өлер сәті туралы ғана ойлайды. Сол күні кешке ханзада жас жұбайын елге алып қайту қажет еді. Зеңбіректер дүрсілдеп, жалаулар желбіреді. Кеме үстінде жас жұбайларға арналған алтын жалатқан қымбат қызыл матадан тігілген шатыр орналастырылды. Кеменің желкені керіліп, ақырын қозғалып елге қарай бет түзеді. Қараңғы түсісімен кеменің сан түрлі шамы жағылып, матрастар биді қыздырды. Су перісінің есіне алғаш рет су бетіне көтерілгенде кеме үстінде болған осыған ұқсас жай түсті. Міне, енді ол қимылына көз ілеспей қырғидай қашқан қарлығаштай болып шыр көбелек айналып билей жөнелді. Бәрі таң қалып қарап қалған. Ол өмірі бұлай билемеп еді. Оның нәзік аяқтары жерге тиген сайын пышақпен тілгілегендей ауырды. Бірақ бұл жүрек азабынан салыстырғанда түк те емес еді. Себебі ол өзінің бар махаббатын арнап, сол үшін жан төзгісіз қиындықты бастан кешіп, керек десең туған туыстарын, туған үйін, ғажайып даусын жолына құрбан еткен сүйіктісімен соңғы кешті бірге өткізуде. Әттең, ханзада мұның бірін де білген жоқ. Су перісіне ханзадамен бірге ауа жұтып, жұлдызды аспанды, көк теңізді тамашалайтын бір ғана түн қалды. Содан кейін өзі үшін мәңгілік қара түнек орнайды. Ән мен би түн ортасы ауғанша жалғасты. Су перісінің жүрегі сыздап ауырса да жайраң қағып билей берді. Ханзада сұлу қалыңдығының бетінен сүйді, ал ол оның қалың бұйра шашымен ойнады.
Сөйтіп екеуі қол ұстасып өздерінің көз тартатын шатырларына кірді. Кеме үстінде тыныштық орнап, тек жүргізуші ғана қалды. Су перісі жақтауға сүйеніп шығыс жаққа қарап тұр. Ол күннің шығуын тосты. Күн шыққан сәтте жүрегі бөлшек-бөлшек болып жарылып, содан кейін су көбігіне айналатынын біледі. Кенет су бетіне әпкелері көтерілді. Олардың өңдері дәл өзіндей құп-қу еді. Желмен бірге желбірейтін шаштары да жоқ қиып тастапты. Біз сені құтқару үшін шашымызды теңіз мыстанына бердік, ал одан мына пышақты алдық. Көрдің бе? Қандай өткір. Күн шыққанша сен бұны ханзаданың жүрегіне сұғуың керек. Ыстық қаны екі аяғыңа шашырағанда қайтадан балық құйрыққа айналады. Сөйтіп сен қайта су перісі боласың. Туған мекеніңе оралып бізбен бірге 300 жыл өмір сүресің. Бірақ тезірек қимылда. Күн шыққанша сен не ол, не сен, яғни біреуінің өлуің керек. Бұл жолы тілімізді алып ханзаданы өлтір де бізге қайтып орал. Көрдің бе, аспанда қызыл арай пайда бола бастады. Асыққаның жөн, әйтпесе көп ұзамай күн шығады да сен өлесің. Осыны айтты да әпкелері терең күрсініп суға сүңгіп кетеді. Су перісі ханзада мен қалыңдық жатқан шатырға жақын келеді. Қымбат қызыл матадан тігілген шатырдың етегін көтерді. Қалыңдық басын ханзаданың көкірегіне қойып ұйықтап жатыр екен. Ханзада да қаннен-қаперсіз ұйқыға кетіпті. Су перісі еңкейіп оның кең маңдайынан сүйеді. Үлгере алмай қалып жүремін бе дегендей асығыс жоғарыға көз тастайды. Бұл кезде таң шапағы арайлап келе жатқан. Ол қолындағы пышақты көтеріп ханзадаға назар аударады. Түс көріп жатыр ма екен, былдырлап қалыңдығының атын атап қояды. Оған сүйіктісінен басқа ешкімнің керегі жоқ. Су перісінің қолындағы пышақ дір-дір етеді. Ол сыртқа жүгіріп шығып пышақты суға лақтырып жібереді. Пышақ түскен жер теңіз түбінен қан шапшығандай боп қып-қызыл болып кетеді. Су перісі шатырға қайта кіріп, соңғы рет сүйікті ханзадасына үзіліп қарайды да теңізге секіреді. Сәлден кейін ол денесінің көбікке айналып бара жатқанын сезеді. Күн тас төбеге көтеріліп өткір сәулесімен өлі көбікті жібіте бастайды. Біраздан соң көбік кейпіндегі су перісі өмірге қайта келгендей болады. Ол жадыраған күн көзін және айналада қаптап ұшып жүрген ерекше бір жаратылысты байқайды. Олардың арасынан кеменің ақ желкенін аспандағы қызыл бұлттардың көзі шалады. Әлгі ерекше жаратылыс иелерінің дауысы керемет бір сазды әуендей болып естіледі. Әуезді дауыстары аспанды қалықтайды, жер бетіндегі адамдарға естілмейді. Тіпті олардың өздері де ешбір жанға көрінбейді. Қанаттары жоқ, бірақ мөп-мөлдір денелер арасында жеңіл қалқиды. Су перісі өзінің теңіз көбігінен бөлініп шығып, солар сияқты болғанын аңғарады. Мен кімге бара жатырмын деп сұрайды. Ол аспанға көтеріліп бара жатып, оның дауысы да ерекше музыка үніндей болып шығады. Ауа қыздарына бара жатырсың деп жауап береді. Өзгеше жаратылыс иелері. Біз жан-жаққа ұшып, елге жақсылық жасағанды қалаймыз. Адамдар қапырық ауадан өліп кететін ыстық жақтарға жетіп, салқын жел соқтырамыз. Біз ауаға сан түрлі гүлдің хош иісін таратып, адамдарға сергектік пен қуаныш сыйлаймыз. Бізбен бірге бұлттардың арасынан әлемге жет. Сен онда жер бетінде таппаған бақыт пен махаббатқа кенелесің. Су перісі өзінің мөлдір қолдарын күнге қарай созады. Сол сәтте оның көзінде тұңғыш рет жас пайда болады. Кемеде бұл кезде абыр-сабыр басталып кеткен еді. Су перісі ханзада мен жас жұбайының өзін іздеп шарқ ұрғандарын көреді. Кемедегілер ханзаданың кішкентай інжуінің суға секіргенін біліп, толқынға мұңая көз тастайды. Ал ауа қызына айналған су перісі ханзаданың маңдайынан сүйіп, оған күлімдей қарайды да басқа ауа қыздармен бірге көкке жүзіп жүрген ал қызыл бұлттарға қарай бет алдады. Құрметті оқырмандар, біздің ертегіміз осымен тәмамдалды. Ертегі сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп,
лайк басыңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алуыңыз үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.